Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. 21 ақпан күні халықаралық күнтізбеде ана тілі күні болып бекітілген. Сондықтан бізде бүгінгі хабарымызға тіл тақырыбын арқау еткенді жөн көрдік. Жасыратыны жоқ, бастапқыда елімізде қазақ тілінің қолданыс аясы тар болғанымен бүгінде ол мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріліп келеді. Нәтижесінде төл тілімізді үйренуге тек қазақтар ғана емес, шетелдік азаматтарда құлшыныс танытып жүр. Солардың бірі Нидерланды мемлекетінің азаматы Натан Висер. Бүгін бізде қонақта. Натан, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді Натан, сізден сұрағым келіп отырғаны, осы Нидерланды мемлекетінен сонау алыста жатқан қазақ еліне сіз қалай келдіңіз? Содан бастасақ әңгімені. Мен осы Қазақстана келгенде бірінші рет 2005 жыл шілде айында мен негізі екі адам тандым Алматыдан. Сосын ойлап қалдым, мен Голландияда жүремін, Қазақстан деген елі не екен? Себебі олар айтып шығарады, бірақ мен әлі байқамадым. Сол кезде мен жарайды барамын деген келіп, мен өзім абыржып кеттім негізі. Бізде негізі Голландияда білесіз, өте кішкентай ел, кең дала бізде жоқ екен. Әр жерде адам тұр, ғибадат тұр, бірақ Қазақстанда кең дала, айдала деген маған өте қызық. Сосын оны байқағаннан кейін қатты ойнап қалдым. Әсіресе ең жақсы нәрсе маған адамдарды қатты ойнап қалдым. Ол қазақтар өте ашық, қонақ жайлымен қарсы алады. Мен сол кезде қазақтарды қатты ойнап қалдым. Жалпы сіздің Қазақстанға келудегі мақсатыңыз не? Сол негізі сол кезде келіп, қазақтармен сөйлесу кезінде олар айтатын, Натан, сен эрготерапевт деп оқуын бітіріп жатырсың, енді не істейсің? Сосын әлі негізі нақты жоспар жоқ, бірақ олар маған көрсетті, ол жерде негізі әлі кемтар балаларға, адамдарға көмек көбірек болуға болады. Сосын мен ойлап, жарайды, мүмкін мен келемін деген бір жоба таптым. Соны жобаға негізі 2006 жылда көшіп келіп жұмыс істедім. Ерготерапевт деген енді былайша қарағанда дәрігер деп айтуға бола ма? Дәрігер бізде айтуға мен негізі кішкене қарсымын, себебі мен шынымен медицина жақын, бірақ ондай нәрсе мен өзім мысалы істей алмаймын, және оқымаған нәрсе. Бізде негізі білеміз, мынау дәрігер мүмкін істейді, хирург или бірдеңке адамға денесіге, бірақ біз оның денесі неге қолданамыз. Сен енді істеңдер. Мысалы, менде жұмыс істедім реабилитация ішінде, адамдар мүмкін мынандай омыртқа кесіп кеткен. Сол кезде адамдар парализ болып қалады. Әрине ол адам сол медицина жағына көмек керек дәрігерінен, бірақ сосын ол денесімен не істейді? Жүру алмайды енді, ол коляскамен жүру керек. Ол қалай жуынылады, киіндіреді, қалай жұмысқа барады. Сондай адамдарға көмектесетін болып тұрсыз. Сол нәрсе, ол біздің жұмысы. Түсінікті, жарайды, енді Натан, жұмысыңыз жайында кейін айта жатармыз. Бізді қызықтырып тұрғаны, мына сіздің қазақ тілін қалай осылай жетік меңгергеніңіз? Ол деген жалпы қысқа айтуға ауылға бар. Мен өзім бірінші жоба, Құдайға шүкір, ауылда тұрғанмын. Бір анаяқта бір өте жақсы отбасы таптым. Олармен 3 жыл бойы мен олармен бірге өмір сүрдім. Оның қолынан арқылы мен тілді үйреніп алдым, бірақ қосымшада салт-дәстүрі, қазақтардың өмірін байқап үйреніп алдым екен. Сол арқылы негізі қазақша таза және дұрыс үйренуге болады. Тіл үйренгенге ауылға бар дейсіз ғой демек? Иә, дұрыс. Түсінікті. Ол қай ауыл құпия болмаса? Мен негізі өзім Көктал ауылы, Панфилов ауданы, Алматы облысында тұрдым 3 жыл бойы. Және сізді ол жақтың тұрғындары жергілікті қалай қарсы алды? Ол мынау негізі анаяқта
тұрған кезінде қызық болды негізі. Сол кезде жалпы қазақтың ауылы сізге қалай әсер етті? Қандай әсер алдыңыз ең алғашқы сәтінде? Ең алғашқы мысалы мынандай қызық әңгіме болды. Мен мысалы сол кезде түк түсінбедім әлі қазақша. Біз дастарханда отырған кезінде сол кезде менің қазақ әке шешем отырды, бірақ әлі әке шешем деп айтпаймын, тек екі адам отырды. Үлкен кісілер ғой бірақ. Үлкен кісілер. Сосын әңгіме болып шықты. Мынаны. Сосын ол аға маған қарайды. Жарайды, бұл бірдеңе жақсы айтып қойдым. Сосын мен кішкене ыңғайсыз болып қалдым. Не айтты, жақсы ма, жаман ба? Сосын жарайды, Натан маған түсіндіре берді, мынау қасында аударушы болды. Натан, сен осы жерде тұрып аласың. Рұқсат берді, рұқсат берді. Сосын мен бір жылдан кейін, мен өзім қазақша түсіну кезінде, менің әке, Берек әке маған түсіндірді. Натан, мен сол кезде айтым, сен жақсы адамсың, сен ешкім, мысалы, жамандылық бермейсің, ол бізге ештеңке, біз қарсы емес, біз келін бер, үйдің ашық деген айтым. Сол кезде мен өте қайтадан өте қуанышым алдым. Осы отбасы, мысалы, ол маған неше түрлі көмек берді екен. Ал осы қазақ тілін үйрену сізге қиынға түскен жоқ па? Әрине қиын алдым. Бірінші жыл әсіресе, бірінші жыл. Себебі түк түсінбейсің, сол кезде, мысалы, бір кішкентай бала келе жатырмын, көшеде. Ауылдың баласы. Ауылдың баласы. Мен тура Абай мектебінің артында біздің үйіміз екен. Сол күнде көп балалар келе жатыр. Әрине олар тез біледі. Ол жерде бір шетелдік бір Натан деген қысы бар екен. Бәрі сізді көруге келеді. Ой, Натан. Сосын бірдеңке айтады сол бала. Түсінбеймін. Әрине мен тұрсамын оны түсінуге. Бірақ әлі түсінбеу кезінде маған өте ыңғайсыз. 3-4 жастағы балалар, мен жауап бере алмаймын. Мен өзім үлкенмін. Әрине, неге ми істейді. Мен негізі, мысалы, басқа тілмен айтса, әрине, ол жауап бере аламын. Бірақ мен сол кезде кішкене мылқау сияқты дым ести алмаймын. Сол кезде өте қиын негізі. Ал енді сол жергілікті тұрғындармен қанша уақыттан кейін сіз жаңағы ұғынысып түсінесе алдыңыз? Бұлай негізі бір жыл өтті. Бір жыл, иә? Иә, бір жыл ішінде ақырындап үйреніп алдым. Бірақ тек 2,5-3 жылдан кейін маған кез келген тақырып, кез келген адамдар көшеде кетіп бара жатқан кезінде соңынан түсініп алдым. Ол өте қиын негізі. Жаңағы ауылды өткізген 3 жыл ішінде сіз осы жаңағы адам емдеумен айналыстыңыз ба сонда? Әрине, мен аяқта сол жобамен бардым. Сол жерде мен балалармен жұмыс істедім негізі. Ал Астанаға келу тарихыңызды айтып берсеңіз? Астана қайтамын андай ауылдың жоба негізі тоқтап қалды сол кезде. Сосын мен көшіп, ол жерде Астанада мынандай қайырымдылық жұмысы таптым. Олар мені шақырды, олармен 3 жыл бойы бірге жұмыс істедік. Қайта негізі біз ару балаларға көмектестік. Және қосымшада олар өте көп аутизм ауыратын балалармен жұмыс істедім. Мен оларға көмек берілген. Енді Натан сол қазақтың жаңағы түкпірде жатқан, алыста жатқан ауылынан мынадай жаңа қала Астанаға келіп, енді соған үйренісу осы қалаға қиын болған жоқ па? Қайттан 3 жылдан кейін мәселен сіз ауылда өткізген екенсіз. Иә, мен негізі 4 жыл бұрын көшіп келдім осы Астанаға. Сол кезде мен өзім қарасам, мен өзім ауылдың баласы деп қарадым. Қазақша сөйлеймін, орысша сөйлемеймін. Орысша білмейсіз? Орысша білмеймін. Негізі қазақ деген мәдениеті, салт дәстүрі мен ауылда сияқтымын. Адам келсе, отыр, чай іш, мынандай негізі. Анаяқта Алматы областы, ауыл екен сияқты. Бірақ ол жерде салт дәстүрі кішкене басқаша. Анаяқта Алматы областы ауылда, әсіресе ауылда
жетіде шақырсаң, 7:30-8-де келуі дұрыс екен. Кешіп келуі керек. Ол негізі Голландияның мәдениеті 7 шақырса, 7:15 қалғанда уже келу болу керек. 7-де сен болу керексің. О жерде мен негізі үйреніп алдым, кішкене кешіп келу. Қайта қасына келгенше, мен қайтадан үйрену керек, уақытта келінендер. Сен бұл жерде уақытпен жүреді. Сол кезде негізі қиналдым, әсіресе қиналдым деген әрине тіл жағына. Ол жерде Астанада көбейіп жатыр, құдайға шүкір, қазақ тілі. Бірақ көп адамдарда олды әлі білмейді, әлі сөйлей алмайды. Сол жағынан менде қазір кішкене орысша сөйлеймін былай. Керектігі нәрсе айтып аламын. Ал енді осы алғашқы келген күндеріңізде Астанаға жаңағы түсініспегендей жағдайлар болды ма мұна? Мәселен, басқа адамдармен дейік. Көшеде жүргенде, дүкенге барғанда. Иә, ол деген қызық. Негізі бірінші рет келгенде, ол 2009 жылда бір жұмыспен. Сол кезде мен республика, былай, біз өзіңде қасында жүрдік, республика бірдеңке, республика бай, или бір көшесі керек. Сол кезде мен уже біліп алдым, мынау жерде көбісі орысша сөйлейді, сонымен бір қазақ табу керек, қазақша сөйлеу үшін. Себебі енді мен қазақтан тауып сұрау керек дейсіз ғой, көшеде. Тауыптым, сұрау керек екен. Сосын бір қазақ атасы көрдім, оған барып, аға, маған республика көшесі қайда екен түсіндіріп айтшы деп, айтыңызшы деп. Ол маған қарап, что-то вот почему ты казахский говоришь, то давайте... Түсінген жоқсыз дейсіз. Түсінген жоқсың. Орысша давайте на русском. Ойбай, маған қиналдым сол кезде. Сол кезде мен сөйлей алмаптым. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз, енді біз қазақ елі көп жылдар бері жаңағы Кеңес империясының құрамында болдық, баяғы Кеңес империясының. Соғанда байланысты енді ол тарих туралы айтпай қойық. Дегенмен болған оқиға. Осыған қатысты енді көзқарасыңыз қандай сіздің мына? Біздің жаңағы көптеген қандастарымыздың өз тілін білмейтініне қатысты көзқарасыңыз. Ол деген өзім көзқарасым, мысалы, кейбір адамдар маған кішкене қызық қарайды, мен қазақша сөйлеймін, орысша сөйлей алмаймын. Адамдар, мысалы, маған не үшін сен орысша сөйлемейсің, не үшін қазақша деген. Ренжиді дейсіз ғой? Ренжиді кішкене. Бірақ мен ойымша біз бір-бірінің ренжімеу керек. Менде ренжімеймін, егер мысалы бір адам, бір орыс или бір қазақ тапсам, ол қазақша сөйлемейді. Ол деген ол біздің тарихи. Ол жерде мынандай заман болған, оны біз мысалы бір күннің ауыстыру алмаймыз. Біз негізі кешпейілмен бір-бірімізге ақырындап көмектесуіміз керек. И сол үшін де мысалы мен мынандай клубтарды, тобыларды жақсы көремін. Ялма, келіндер біз саған көмектесеміз сөйлеуге. Ол деген ол өте жақсы. И біз негізі, мен ойымша, біз бір-бірімізге орысау, не үшін орысша сөйлемейсің, не үшін қазақша сөйлемейсің деген ондай нәрсе болмау керек. Натан, енді хабарымыздың уақыты сусып өтіп жатыр. Сізден сұрағым келіп тұрғаны, осы қазақ тілін үйреніп жүрген азаматтарға сіздің берер қандай ақыл кеңестеріңіз бар? Былай, егер үйренсең, ары қарай тұрысыңдар, және егер үйренсең, онда қасында көмектесетін адамдарды табуға болады. Мүмкінділік көп. И соған арқылы, ол біріншіден ол өте қызық болады, адамдармен ол өте жақсы. Жалпы қазақ тілі үйренуге оңай ма, жоқ әлде қиын тіл ме? Қиын. Басқа тілдермен салыстырғанда? Жоқ, қиын тіл негізі. Сәл қиындау дейсіз ғой, иә? Ол жеңіл емес. Және сол үшін айтамын, мен өзім қазақша үйренемін деген бір кітаппен отырсаң, немесе бір теледидар программасымен отырсаң, ол мүмкін емес. Сен шынымен қосымша, жан жақтан адамдармен бірге үйрету болады. Жақсы, Натан, сізге осы уақыт тауып біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Мына қазақта жақсы сөз бар, тілі жоқ халық балық, тілі жоқ халық жаңағыдай іргелі халық деген. Сондықтан осы сіздің де біздің жаңағы тілімізді үйреніп, тіл үйренем деп жүрген бауырларымызға көрсетіп жүрген үлгіңіз осындай
үлгіңіз жарқын болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.